Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы мешітте намаз оқып жатқан кезде бесін намазын. Бұл Бәни Салама деген қауымға қатысты жер болады. Бұл жерде солардың мешіті болады. Осы жерде келіп намаз оқиды. 16 ай дегеннен кейін барып қыбла өзгереді ғой. Мынау намазда тұрған кезде Байтул Мақдиске қарап тұрып намаз оқып отыр ғой. Намаздың ішінде Кабаға қарай осылай бұрылады. 180 градус. 180 градус бұрылады осылай. Сонда адамдардың біразы, ой, мынау бүгін мына жаққа, ертең мына жаққа, бұл қандай дін болды деп мұнафиқтар 200-лер кетіп қалған. Екі себебі болды. Бірінші себебі пайғамбар алейхиссаламды жұбату болды. Өйткені Құран-ы Кәрімде аят бар, астағфирулла. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا شطره деген сөз бар. Құранда ей Мұхаммед, сенің көзіңді жоғары қаратып, ойың бұзылып, бұлай намаз оқып жатқанын байқамадыңыз. Байтул Мақдиске қарай ойың бұзылып жатыр, шашырап жатыр. Сен арман қылып тұрған нәрсені біз білеміз дейді. Жақын арада сен разы болатын қыблаға сені бұрамыз дейді. Енді жүзіңді Байтул Мақдистен бірден Кабаға бұр дейді. Харам мешітіне, Байтул Масжид харам. Енді қайсы адам қай жерде болса да жүздерін сол Кабаға қарай бұрсын деген аят түскен. Пайғамбар алейхиссалам қуанып ырза болып оқыған. Сонда қараңыздар, Мұхаммед алейхиссалам бір мешіттен екінші мешітке қарай бұрылмас бұрын Меккеде намаз оқып жатқан кезде Меккедегілер Байтул Мақдиске қарап намаз оқып жатқан кезде міне көрдің ба, Мұхаммедтің біздің ата-бабамыздың мешітіне қарап намаз оқып жатыр, Байтул Мақдиске деп тәкаппарлаған сол кезде яһудилер. Бірақ пайғамбар алейхиссалам былай істеген. Міне Байтул Мақдис, мына Каба. Мына Каба. Мына Байтул Мақдис мешіт. Осыған қарап сиыну керек. Мына ұстайды. Сонда пайғамбар алейхиссалам қалай сиынған? Қалай сиынған? Мына Байтул Мақдиске сиынатын болса, мына жерде намаз оқымаған. Кабаның арқа жағына өткенде сөйтіп Байтул Мақдиске сиынған. Мына Кабаны да неге алған? Ниетке алған. Осы атамның, бабамның, Ибрахим пайғамбардың соққан Кабасына, үйіне, Құдайдың үйіне мен осыған сиынуды армандаймын деп, мына Байтул Мақдиске емес, мынаған туырлап, сөйтіп Байтул Мақдиске сиынған да пайғамбар алейхиссалам. Көрдіңіздер ме? Сөйтіп кейіннен қыбла өзгерген, дәл осы жерде пайғамбар алейхиссалам Байтул Мақдиске сиынып тұрған. Дәл мына ішінде Байтул Мақдис мына жақта. Тур осылай сиынып тұрған жерінде осылай бұрылады. Намазда бұрылады. Намаздың ішінде. Машалла. Сөйтіп екі себеппен, біреу пайғамбар алейхиссалам жақсы көрген жағына бұру болса Кабаға, мына жақта Каба. Екінші себебі мұнафиқтарды ажыратып алып қойған арасында. Мына өтірік сеніп, өтірік иман келтіріп жүргендерді ажыратып алу үшін. Олар бұрылмаған десең, бұрылған кезде? Бұрылмаған. Мына немене береді, мазақ қылып деп. Енді ішіне кіреміз, қазір мен көрсетемін.